Қымбатты оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам құқығы мемлекеттің басты қуаты. Оқу мақсаты мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру, салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіру. Қазір біз мына сұрақтар төңірегінде ойланып көрейік. Адам өз құқығын білу үшін нені білуі керек? Сен өз құқығыңды қорғай білесің бе? Адам құқығы мен бостандығы туралы қандай мемлекеттік құжаттарда айтылған? Адамның құқығы мен бостандығына не кепілдік береді деп ойлайсың? Тыңдалым мәтініне зер салыңыз. Конвенция деген арнаулы мәселелер жөніндегі келісімшарт. Конвенция негізінде 2002 жылы тамызда Қазақстан балалар құқығы туралы заң қабылданды. Бұл заң 9 тарау 53 баптан тұрады. Осы ережелерді бұлжытпай орындау біздің отанымыз, халқымыздың алдындағы парызымыз. Өмірдегі келеңсіз жағдайлардың көбі осы заң талаптарын, тәртіп талаптарын білмейтіндігімізден туындап жататын секілді. Заң қоғамның негізгі тірегі. Қоғам деп отырғанымыз біздер. Конституция елдің барлық ережесі жинақталған мемлекеттің негізгі құжаты. Сондықтан біз оны ата заң деп құрметтейміз. Әр адам өз елінің де, өзге елдің де заңына бағынуға міндетті. Құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін баланың құқығы заңмен бекітіледі. Ата-ана, бағып қағу, қамқорлыққа алу органдары, сот, прокурор құқықты қорғайды. Заң бойынша бала сыйға не мұраға алған мүлікті меншіктеуге құқылы. Сондай-ақ еңбек етіп пайда табуға, пәтер иесі болуға, тағы басқаларға құқылы. Балаларға қамқорлық жасай отырып, мемлекет бала туған кезде жәрдемақы төлейді. Көп балалы отбасылар түрлі жағынан қорғауға алынған. Бірақ балалар бұзақылық жасаса, қоғам мүлкін қасақана бүлдірсе, жазаланады. Ол естіген қылмысына қарай жойған затты өтеп, тергеуге алынуы тиіс. Қылмыскер не куәгер болған кезде де оның құқы толық қорғалады. Онда ата заң талаптары жүзеге асырылады. Баспасөз беттерінен. Енді балалар жаңағы тыңдалым мәтінінен тыңдаған дүниелеріңізді мәтінді 4 сөйлем әдісі бойынша қорытындылайық. Ары қарай балалар адам құқығы бала құқын қорғаудан басталады деген пікірмен келісесің бе? Ойыңды дәлелде. Кәне, ой бөлісейік. Айтылым, бала құқығы туралы не білеміз? Өз ойымызды ортаға салайық. Балалар, тілдік бағдар, яғни біз қазір жалпы құрмалас сөйлемдерді өтіп жатырмыз. Соның ішінде бүгін біз қарсылықты, салалас, құрмаласты өтеміз. Енді қараңыздар, бір-біріне қарсы мағынада салаласып құрмаласқан жай сөйлемдер қарсылықты салалас құрмалас сөйлем деп аталады. Ол, бірақ, дегенмен, сонда да, сөйтсе де, сөйткенмен, әйтсе де, әйткенмен, алайда жалғаулықтары арқылы байланысады. Бұл жалғаулықтардың алдынан үтір қойылады. Қарсылықты салаласқа енген жай сөйлемдердің біреуі әрқашан істің болымдылығын, екіншісі сол істің болымсыз жағын білдіреді. Мысалы, сырт пішіні момын сияқтанады, бірақ ішіне ылғи жетімсіреген жалғыздықпен бірге дүниеге сенімсіздік, ешкімге жуымайтын жатпауырлық нығайып орнай бастады. Міне балалар, қарсылықты салалас құрмалас сөйлем екі түрлі жағдайда байланысады екен. Ол жалғаулықты
қарсылықты сала аласыз, және жалғаулықсыз қарсылықты сала аласыз. Міне жалғаулықты қарсылықты сала аластың біз жаңа айтып кеттік. Бірақ, алайда, дегенмен, сонда да, әйтсе деген жалғаулықтары бар екен. Ал жалғаулықсыз құрмалас сөйлемге мысал келтіретін болсақ, асқар тау биік дер едім, көрініп тұр төбесі деген Жамбыл Жабаевтың осы сөзі мысал бола алады. Балалар, міне бағдаршам әдісі бойынша бүгінгі сабақты қорытындылайық. Пікірлеріңізді комментарийге қалдырыңыздар. Зейіндеріңіз ашылсын. Назарларыңызға рахмет.